қас қағым сәтте жанын суырып алған кезде жаңағы Салих жақсы адам болған болса, көзінің нұры жететін жерге дейін жәннаттан келген періштелер екі сап болып тұрады дейді ойынан. Сол қас қағым сәтте өте сондай қысқа уақытта жаны үзіле салысымен бірден оны жәннаттың бальзамдарымен бальзамдап, жәннаттың киімін кигізіп тастайды екен жаңа адамға. Сөйтіп жаңағы жәннаттың періштелері оны көтереді дейді аспанға, рухты. Аспанға көтерген кезде бірінші қабаттағы періште, ол жерде әр қабатта есіктер бар ғой, былайша айтқан кезде. Сол есік ашылмай тұрып, ар жағында періште сұрайды екен, кімсіңдер? Мынау кім? Не деген хош иісті адам, кім бұл деген? Сол ана көтерген періштелер оны мақтайды екен. Бұл Алланың пендесі, пәленшенің